Ақ орамжапырақ елімізде ең танымал көкөніс түрі. Алайда жаңа піскен қытырлақ көкөністің көптеген пайдалы туыстары бар. Қызыл орамжапырақ, брокколи, кальраби, теңіз түрлі түсті, кали, пекин, савой, брюссел, Қытай және басқа да түрлері. Сізге орамжапырақтың барлық пайдасы туралы айтып беретін боламын. Егер де сіз орамжапырақтың қаншалықты пайдалы екенін әлі білмесеңіз, онда таң қалатыныңыз сөзсіз. Бала кезінен таныс бұл көкөніс құрамында барлық дерлік дәрумендер, тіпті асқазан жарасына ем болатын ерекше у дәрумені, фитонцидтер мен ферменттер және минералдар да кездеседі. Орамжапырақ ежелгі Египетте өсіріле бастады деп саналады. Ол кезде орамжапырақ ауқатты адамдарға арналған тағам ретінде белгілі болған және тәтті тағам ретінде ұсынылған. Қазіргі заманда орамжапырақ ас үйдегі басты көкөніс ретінде танымал. Одан төмен калориялы дәрумендік салаттар жасайды. Оны бұқтырады, қайнатады, ашытады және қайнатпа мен тұнбалар да дайындайды. Орамжапырақтың әр түрінің өзіне тән пайдалы қасиеттері болады. Брокколи қатерлі ісіктің алдын алуға көмектесетін құнды өсімдік. Бұл орамжапырақ өзінің қабынуға қарсы және антиоксидантты қасиеттермен танымал. Құрамында атеросклерозбен күресуде маңызды және жүрек тамыр жүйесі ауруларына көмектесетін омега-3 май қышқылдары бар. Брокколидің талшықтары асқазан мен 12 ішектің жарасының пайда болуына әсер ететін хеликобактериялардан шырышты қабықты қорғайды екен. Түрлі түсті орамжапырақ диеталық деп саналады. Оның құрамында С дәруменінің рекордты концентрациясы бар. Ағза оны оңай сіңіреді және қорытады. Брюссел орамжапырағын жүрек қан тамырлары аурулары бар науқастардың рационында жиі кездестіруге болады. Жасыл жапырақты орамжапырақ минералды тұздарға, калийге, кальций мен темірге бай. Өзіндік дәмге ие теңіз орамжапырақтарының құрамында йод, фосфор және натрий бар. Ол йод жетіспейтін қала тұрғындарының мәзірінде болуы керек. Біздің елде ақ орамжапырақты сүйіп жейді. Оны кез келген көкөніс дүкенінен табуға болады. Оның бағасы да қолжетімді және тағам дайындауда да танымал. Орамжапырақ аз калориялық өнім. 100 грамм көкөністе бар болғаны 28 калория болады. Орамжапырақтың ағзаға қаншалықты пайдалы екенін адамдар көп біле бермейді, ал оның пайдасы мақтауға тұрарлық. Ол ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді, зат алмасуды ынталандырады, ағзаны тазартады, токсиндер, қалдықтар мен холестеринді шығарады. Ағзадағы С дәруменінің жетіспеушілігін анықтау қиынға соқпайды. Тез шаршау, үнемі суық тию, тәбеттің жоғалуы және ұйқыдан оянғаннан кейін қайтадан ұйықтағысы келу осы маңызды дәруменнің жетіспеушілігінің көрсеткіші. Адамдар үшін С дәруменінің негізгі көзі өсімдік тағамдары. Бар болғаны 100 грамм жасаң немесе ашытылған ақ орамжапырақ 69 мг С дәруменін береді екен. Күнде осы дәмді көкөніс қосылған тағамдарды тұтыну арқылы сіз С дәруменінің қажетті мөлшерін ала аласыз. Жасаң орамжапырақтың жапырағы жұмсақ, тіндердің көгеруі, буындағы уақытша ауырсыну, кеудедегі сүттің тоқырауы кезінде көмектеседі. Дәрілік мақсатта қолдану үшін орамжапырақ жапырағын жақсылап жуып, оның шырынын шығару үшін бірнеше рет оқтаумен жүргізіп немесе пресс астына қойыңыз. Содан кейін сығылған орамжапырақ жапырағын қабынған жерге басу керек. Ұзақ уақыт бойы әсер ету үшін жапырақты таза шүберекпен жауып, байлап, түнге қойып қойыңыз. Ал жапон ғалымдарының айтуынша, орамжапырақтың бойында К дәрумені көп мөлшерде болатын көрінеді. К дәрумені қан түйіршіктерінің қызметін күшейтеді, яғни жарақат алғанда қан тоқтауға жараның тез жазылуына әсер етеді дейді ғалымдар. Орамжапырақтың тағы бір қасиеті қан айналымы мен жүрек соғысын жақсартатыны, жүрек ауруларының алдын алатыны. Құрамындағы фосфор, магний мен калий сынды минералдар жүрекке өте пайдалы. Сондай-ақ орамжапырақтың құрамында кальций мол болады. Ол ағзаның құрылыс материалы саналады.
тіс пен сүйекті қатайтады. Табиғатта орамжапырақтың түрі көп, әр елде әртүрлі, бірақ бәрінің қасиеті бір. Әсіресе жасыл шөпке ұқсас түрі пайдалырақ дейді. Өйткені оның құрамында бета-каротин А дәрумені бар. Бұлар көздің көруін жақсартып, иммунитетті күшейтеді. Орамжапырақ жүктілік кезінде өте пайдалы. Ол ағзадағы артық сұйықтықты кетіруге және ісінуді кетіруге көмектеседі. Бұл соңғы триместрдегі көптеген болашақ аналар үшін маңызды болып табылады. Әрине, орамжапырақ сұлулық саласында да қолданылады. Таза орамжапырақ жапырақтарынан үй жағдайында теріні сергітетін әрі ылғалдандыратын маска жасауға болады екен. Шырыны шыққан орамжапырақ жапырағын бетіңізге қойыңыз. 20 минуттан кейін алып тастап, ылғалдандырғыш крем жағыңыз. Жасаң орамжапырақ шырынын сергіткіш лосьон ретінде де пайдалануға болады. Қалқанша безінің аурулары бар, іш қуысы мен кеудеге жасалған оталардан кейін панкреатит кезінде орамжапырақты тұтынуға тыйым салынады. Ақ орамжапырақ шырынын ішу асқазанның қышқылдық деңгейін жоғары болғанда ұсынылмайды. Асқазан жарасы мен гастрит кезінде ашытылған орамжапырақты сақтықпен аз мөлшерде жеген дұрыс. Орамжапырақтың құрамында 90% су және жасұнық, кальций, магний, темір, фосфор және К, С дәрумендерінің көп бөлігі мен В1, В2, В3, Д, П, ПП, H дәрумендерінің аздаған бөлігі бар екені көбі біле бермейді. Сондай-ақ, бүйрек қан айналымына, қалқанша безіне аса қажет аминақышқылдары көп екенін айта кету керек. Ал орамжапырақтың басқа да қандай пайдалы қасиеттері бар екенін нақты тоқтала кетсек. Ісіну кезінде ысып тұрған жерге орамжапырақты орап қойсаңыз, бір түнде ісік басылып қалады. Қалқанша безге орамжапырақтың пайдасы өте көп. Тек емдік қана емес, сонымен қатар профилактикалық жағдайда түні бойы жапырақтарын тамағыңызға орап қойсаңыз жақсы әсер береді. Ал бас ауруы кезінде орамжапырақтың ауруды басатын қасиеті бар екенін көбі біле бермейді. Ауырып тұрған жеріңізге жапырақтарын бассаңыз ауырғаны басылады. Баланы емізген кезде омырауыңыздың ұштары жарылып кеткен жағдайда кеудешенің ішіне жапырақтарын салып қоюға болады. Ақбас орамжапырақтың адам ағзасын тазартуда да көптеген пайдасы бар екенін көбі біле бермейді. Бір уақыт күнделікті тағамға қосып пайдалансаңыз, ағзаңыз сізге рахмет айтады. Сіздермен бірге болған жүз жаса каналы, менімен бірге соңынан дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сауда саламат болыңыздар және де қолдау ретінде каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.